Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дені саудың жаны сау. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Оқушылар, оқулықпен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Өлеңді түсініп оқимыз. Содан кейін мына сұрақтарға жауап береміз. Балалар қай ойын түрін ойнады? Өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып көр. Өлеңнен заттың қимылын білдіретін сөздерді тап және оларға сұрақ қой. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a fear. Оқушылар, қақпашы туралы қызықты видео қараған боларсыңдар. Енді әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу: өлеңді көшіріп жазамыз. Содан кейін заттың қимылын білдіретін сөздердің астын сызасыңдар. Доп домалап келеді, футболшы оны тебеді, дәлдеп алып қақпаны, доп соққаны жеңеді. Келесі жаттығу, балалар, төртінші жаттығу. Бұл жерде сендерге екі доп берілген: футбол тобы және волейбол тобы. Осы екі доптың арасындағы сызбаға сай етіп сөйлем құрастырасыңдар, диалог. Одан кейін футбол добы мен волейбол добын өзара салыстырып көресіңдер. Доппен ойнайтын тағы қандай ойын түрлерін білесіңдер. Келесі жаттығуды ауызша орындаймыз. Бесінші жаттығуды мұқият суретке қарап, он айырмашылықты тауып көріңдер. Сабағымыздың соңын еркін микрофон әдісі арқылы кері байланыс жүргіземіз. Үй тапсырмасы 3-ші жаттығу 86-ші бетте. Сау болыңдар.